Нейтрино деген не? Жалпы нейтрино дегеніміз электр заряды жоқ, өте жеңіл элементар бөлшек. Жалпы нейтрино лептондар тобына жатады. Материямен өте әлсіз әсерлеседі. Және осы нейтрино бөлшегін 1930 жылы Вольфганг Паули болжаған. Жалпы нейтриноны елес бөлшек деп те атайды. Себебі оның байқалуы өте қиын. Негізінде нейтриноның 3 түрі бар. Электрондық нейтрино, миондық нейтрино, және де таулық нейтрино. Тау нейтриносы десек те болады. Жалпы бұл жердегі әр қайсысының антибөлшегі бар. Жалпы нейтриноны осцилляция жасайды, яғни бір түрден екінші түріне ауысады. Нейтрино қайдан пайда болады? Күн ядросындағы термоядролық реакцияларда нейтрино пайда болады. Яғни мына жерден көріп тұрғандарыңыздай реакцияға түскен. Бұл жерде жаңағы сутек, яғни сутектің изотоптары болады. Соның нәтижесінде бізде гелий мен артық энергия шығып кетеді 3,5 мегаэлектрон вольт. Және де нейтриномен атқылайды. Міне, бұл жерде 14,1 мегаэлектрон вольт. Бұл жердегі мынау қызылмен белгіленген протон, ал сұр түспен белгіленген нейтронды береді. Екіншіден, космостағы супернова жарылыстары. Яғни, бұл жерде космостағы супернова жарылыстар дегеніміз әлемнің пайда болғанынан бергі жарылыстардың барлығы жатады. Және де үшіншіден, жердегі ядролық реакторлар. Ол реакторлардың жұмыс істеу принципі де осы нейтриноның қалай пайда болатындығын анықтайды. Және де төртіншіден, атмосферадағы космиялық сәулелер. Соның да әсерінен нейтриналар пайда болады. Бесіншіден, үлкен адронды коллайдер. Ол жерде де нейтрино пайда болады. Жалпы нейтрино неге анықтау қиын деген сұрақ туындайды. Ең біріншіден, материямен өте сирек соқтығысады. Екіншіден, заряды жоқ, яғни электромагниттік әсерге түспейді. Үшіншіден, детекторлар өте үлкен болу керек. Ал детекторлар өте үлкен болмаса, оны анықтау мүмкін емес. Жапониядағы супер камиоканды деген детектор бар. Яғни мына жерде суреті көрсетілген. Екінші суретте толықтай көрсетіліп ашылып, анық түрде. Яғни бұның барлығы детекторлар. Бұл жалпы детекторлардың көлемі өте үлкен. Кішкентай емес мүлдем, өте үлкен. Көріп тұрғандарыңызда адамның көлемінен ақ көріп тұрсыздар. Адаммен мына детектор мынау зданияның, ғимараттың жалпы көлемі салыстырсаңыздар, адам мен ғимараттың. Адам өте кішкентай. Яғни бұл жерде өте үлкен. Және де Антарктидадағы айскап деген бізде ғимарат бар. Бұл жерде де детектор. Яғни анықтайды. Нейтриноны анықтауға үлес қосады. Нейтрино не үшін маңызды? Ғаламдағы материяның таралуын түсіндіруге көмектеседі. Жерді томографиялау. Яғни жердің толықтай құрылымын анықтауға көмектеседі. Суперновалар ерте анықтау және де жаңа физикаға жол ашады. Антиматерия материя асимметриясын түсіндіруі мүмкін. Яғни антиматерияны материямен әрекеттесу процесін толықтай ашуға мүмкіндік береді. Жалпы нейтрино ғаламды түсінудің кілті болып табылады. Ол жердің ішкі құрылымын зерттеуге, суперноваларды ерте байқап, ескерту жүйесін жасауға көмектеседі. Ең қызығы, нейтрино материя мен антиматерияның неліктен тең емес екенін түсіндіруі мүмкін. Сондықтан нейтрино физикасы қазіргі ғылымның ең қызықты бағыттарының бірі.